қадірлі ұлттық ойындарының жанкүйерлері, 2017 жыл қарашаның 5-і 11 ай арнайы студенттер арасындағы жастар көкпар лигасына қош келдіңіздер. Міне ардақты ағайын, студенттер арасында жастар көкпар лигасы. Астында жүйрік қазанаты бар, үстінде мықты азанаты бар. 5 бірдей университетті қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Студенттер арасында Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеті және Қазақ ұлттық педагогикалық университеті және Қазақтың спорт туризм академиясы, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы энергетика және байланыс университеті. Топ бастап келе жатқан ортадағы төреші, бас төреші Ардақ Мырзабай. Қазақстан Республикасының әнұраны. Жастар көкпар лигасының арасындағы 3 бірдей тайымнан тұратын, бір тайым 5 минуттан болатын арнайы көкпарды тамашалайтын боламыз ағайын. Қазір ортада 2 бірдей университет өнер көрсететін болады. Бірінші ол өнер көрсететін Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеті. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандарымен таныс болыңыздар. Бірінші номердегі Мәди Шойбек 1992 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Шымкент қара. Екінші номердегі Ержігіт Жақсыбай 1996 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпары Күндіз қара. Үшінші номердегі Мират Қабдуалиев 2000 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпары Үзік қасқа. 4-ші номерде Нұрлыбек Мекенбай 1998 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Құлақ асқа. Қазақ ұлттық университетінің палуандарымен таныс болыңыздар. Айбек Болатов Алматы облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Бес қасқа. 2-ші номерде Нұрбол Бөрбек 1992 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Найзағай. 3-ші номерде Абылайхан Қожамбердиев
1997 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпары танцор. 4-ші номерде Мейіржан Мәтжан 1996 жылы Алматы облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Грант. Жастар көкпар лигасы басталды. Мейіржан Мәтжан Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеттің палуаны. Қабаттеген өздеріңіз көріңіздер, алаңнан шықса, ардақты ағайын, алаңнан шығып кететін болса, ортадағы шеңберден жекпе-жек ұйымдастырылады. Мейіржан Мәтжан Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетінің палуаны және Қазақ ұлттық педагогика университетінің палуаны Мәди Шойбек. Міне Мәди Шойбек жеңіске жетті. Қараңыздар ардақты ағайын, екі бірдей палуандардың тартысы. Бір алаң сыртынан шығып кетті ағайын. Әлі минуттың алдыда 4 минут 38 секундтың бар екенін айта кетейік. Міне ортадағы жекпе-жек қайтадан Мейіржан мен Мәдидің ортадағы жекпе-жегі. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Қазақ ұлттық Әл-Фараби университетінің палуандары. Мінекей бірінші номердегі Айбек Болаттың кетті қазақтықтың түбіне келген жағдайы. Мінекей Айбек Болат ардақты ағайын. Кезекті салымға ие болды. Алғашқы салым Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби атындағы палуандардың есіне жазылды. 95 жыл өмір келген Айбек Болаттың салған сәті. Мінекей қайтадан Мейіржан Мәтжан еңкейді. Мінекей бірінші номердегі Айбек Болаттың қайтадан тақымға басқан сәтін көрдіңіздер. Қараңыздаршы қалай жантая тартып жатыр. Қараңыздаршы, аттың құлағында ойнап, ат үстінде жату оңай емес ағайын. Айбек Болаттың тақымында емес ақылында. Қабат деген алаңның сыртындағы жағдай. Міне жанкүйерлердің қаны 62 тамырға соғып жатқан көрінеді. Өзінің университеттері өнер көрсетіп жатыр. Мінекей екінші номердегі Жақсыбай мен Мейіржанның тартысы. Ержігіт пен Мейіржанның тартысы. Қараңыздар, шама тартыс. Мінекей жігіттердің намысы, жігіт намыстан, жүйрік шабыстан өлетін дода. Міне ортаға кім шығады екен, көрейік. Мінекей ортаға Ержігіт пен Айбек Болаттың жекпе-жек. Айбек Болат, Қазақ ұлттық Әл-Фараби университетінің палуаны Айбек Болат түсіріп алды серкені. Осыны пайдалана ала ма? Көрейік, мінекей Мейіржан Мәтжан ұзыннан келіп еңкейді. Қазгу университетінің тақымында, Мейіржан Мәтжанның тақымында, астындағы тұлпары Гранттың қазандыққа қарай асып бара жатқан сәті. Әлде болса Мәтжан Мейіржанның тақымында, қазандықтың түбіндегі 90% салымның жанында. Мінекей Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандары, қорғаушылар өз міндетін атқаруда. Мейіржанға мүмкіндік берер емес. Қараңыздаршы, серкеге жабысқан. Мінекей ат құлап жатса да қайтадан тұрғызып. Мінекей аттардың төбелесі. Ойбой! Астындағы атты көрдіңіздер ғой мінекей. Қараңыздар. Қазығұры Шымкент қара атты Сайгүлік. Еркелеп жатыр шабандозына. Қыздар, сендер айғайламасаңда тұрмайды сияқты ат. Артынан салғаны аттың үстіне қараңыздаршы, міне қошеметтен қояйық. Ай, жарайсың. Төреш әлісі қара қойған жоқ. Әлі де болса 4-ші номердегі Мейіржан Мәтжанның тақымында қорғаушылар өз міндетін атқарып, Мейіржан Мәтжан жеке дара тұр. Астындағы Сайгүлік Грант Қарабайыры. Көрейік қалай болады екен. Қадірліғай Мейіржан Мәтжан. Қазгу университет кетті. Мінекей қазандықтың түбіне қарай жақындаған сәті Мейіржан Мәтжан. Мейіржан Мәтжан 1996 жылы Алматы облысы дүниеге келген Грант Сайгүлігі. Есем 2-0 Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеті.
жанкүйер танып қояйық. Күш берейік, рух берейік. Ат үстіндегі палуанға рух керек. Одан асқан ештеңе жоқ. Мейіржан Матчан еңкейді. Қараңыздаршы, артынан Айбек Болат еңкейді. Ендігі еңкейді. Абылайхан еңкейді. Еңкей, үл, тақымға бас, сал, намысты жіберме, сен. Бірде-бір университеттің намысын қорғап жатсың. Айбек Болаттың шалқайған сәтті. Мінекей екінші Абылайхан еңкейіп жатыр. Мінекей Абылайхан. Ай, Абылайхан. Пай. Не деген салым, не деген жанкүйерлік. Абылайхан Қожамбердиев. Неге Қазақ ұлттық педагогикалық университеттері үндемейді? Оларға не болды? Неге салымын салмайды? Мінеке намыстандырақ, жігерлендірейік. Еңкей бірінші номердегі Мәди. Мінеке, еңкеудің өз әдісі бар ғой, үзендіктен шығармай-ақты. Мінеке аяқ үзендіктен шықса, жерге тастаймыз серкені. Ал қайтадан жалғасады. Мінеке жерге таста қайтадан алып үлгерген Мейіржан Матчан, Қазақ ұлттық әл-Фараби атындағы университеті. Мінеке ардақты ағайын, көрейік, қарашы. Жоқ. Матчанның серкені көрдіңіздер ғой, допша лақтырды. Волейбол ойнап жүрген сияқты. Мінеке Мәди намысқа тырысып ортадан тұрып алды. Мінеке жарайсың, Мәдиге бір қолдау көрсетейік. Орнынан тұрды. Ай палуан, ай жігіт. Міне азамат. Міне ат үстіндегі палуанға аттан құласа да қыңсыламаған жарасады. Қыңсылаған жоқ, ақырған жоқ. Қайтадан атына қонды. Бірге қайтадан Мейіржан Матчан бір күтке шүйілді. Не деген салым, қарашы. Мейіржан Матчан 1996 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Грант атысы келіп, қол көтерсін Мейіржан Матчан. Мінеке қайтадан ортадағы Матчан Мейіржан осы лиганың бомбардир атанатын сияқты. Әне атты. Болды, қайдайсың. Ашылу жаман екен үшінші номердегі Абылайханның. Соған қарағанда Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне көп бармайды ау деймін шамасы. Ал көрейік ортадағы жекпе-жек. Мәди мен Мейіржанның жекпе-жегі. Мәди, тырыс намысқа. Артында барша Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұл-қыздар қарап отыр. Мейіржан Матчан грант атты сәйгілігімен қазандықты түбіне қарай асығып бара жатыр. Гранттың аттың басын бұрып, ыңғай келтіріп, мінеке арнайы қазандықтың түбін жағалап жүр ағайын. Тау баласы тауға қарайды деп, қазанаттың үстінде туған азамат қазандыққа қарап жатыр ағайын. Қараңыздаршы, Мейіржан Матчанның астындағы гранты жедел жәрдем сияқты тез шауып, тез тоқтай деген. Міне тамаша, әлде болса талпа тартыс деп айтады. Серкеде 4 сирақ болса 4 сирағынан да тартып жатыр мінеке. 4 жағынан 4 палуан. Қайсы жұлып алады екен, көрейікші. Мінеке астындағы тақымға бас үлгерген бірінші номердегі Айбек Болат қой. Айбек Болат мінеке. Казгу университетінің палуаны. Сол Айбек Болаттың тақымында 1995 жылғы палуан. Әлде болса тастай тақымынан ешкім жұлып алар емес. Тақымнан жұлып алатын палуандар бар ма? Әлде болса қазандықтың түбінде салала ма? Сала алмай ма? Көрейік. Уақытқа әлі 36-35 секунд бар. Міне ардақты ағайын Айбек Болат, Қазақ ұлттық әл-Фараби атындағы университетінің палуаны 1995 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Астындағы сәйгілік 5 қасқа.
Төреші уақыт осымен аяқталды. Уақыт төреші бітті. Төреші бастайық. Мінеке қадірлі ағайын, есеп 5-0, бірінші тайм аяқталды, екінші тайм басталды. Мінеке Мейіржан Матжан жақындап өтті. Мінеке Айбек Болатылды, жоқ. Айбек Болатқа Серкенің өзі қалай жарасып тұр, қараңыздар шағайын. Қандай тамаша терге жуылған, астындағы сайгүлі, үстіндегі атқа жарасқан палуан. Жекпе-жекке назар аударайық. Жекпе-жек деген өзі жақсы ғой. Кім шығады жекпе-жекке? Мінекей жекпе-жек ер жігітпен Айбек Болат бастаған жекпе-жек. Мінекей Айбек Болатты қараңыздар. Айбек Болат асығатын түгі жоқ. Тәжірибелі палуан өзінің әріптесі Нұрбол Бөрібекке берді пас. Нұрбол Бөрібек. Асығыш жоқ. Нұрбол Бөрібек қазандықтың түбіне келді. Қалай болады екен? Нұрбек Бөрібекті қайтарып алған 4-ші номердегі Мекенбай Нұрлыбек. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуаны. Ортадағы кіші шеңберден бастаймыз. Шеттегі кім шығады? Жекпе-жектің қас шебері кім? Мінеке ардақтағы ер жігітпен Мейіржан жекпе-жектің қас шебері. Білесіздер. Мінеке ардақтағы өзі көкпарда осылай болады. Хоккейді анау жігіттер ойнамайды ғой. Сол сияқты көкпарды жүрегінде түгі бар, жүрегінде жүрек бар, білегінде білек бар жігіттер тартады ағайын. Қорқақтар тартатын көкпар емес бұл. Бұл батырлар тартатын көкпар. Бір университеттің батырлары үстінде отқан жігіттер. Мінеке ардақты ағайын, шетел тартатын көкпар емес. Қазақтың қанына сіңген көкпар. Әлемдік дәрежеге қарқынды дамытуымыз керек. Міне жекпе-жек Мәдимен Айбек Болаттың жекпе-жегі. Мәди жеңіске жететін сияқты. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуаны Мәди! Ал Мәди асықпа, ешкім жоқ артыңда сал! Мінеке ардақты Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Мәди Шайбек 1992 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген Шымкент қара палуаны. Ай Мәди, есеп 5-1. Екінші тайымда егер Мәдиге көмектесетін ер жігіт болса, ер жігітке көмектесетін Мират болса, Миратқа көмектесетін Нұрлыбек болса, жеңіске де жетіп қалу әбден мүмкін. Мінеке екінші бір ер жігіт енке ал, таппасын бұрыл. Алаңның ішінде жігіттерге оңай емес. Бұл баба, ата, кешегі әке тапқан көкпар ғой бұл. Мейіржан Матжан Грам тапты сайгүлікпен. Көрейік жардақтағы ай мінеке. Көз жүгірті қарайтын болса көз соярлықтай, жүрек рух алатындай көкпар. Мінеке, 3-ші номердегі, ай жаррайсың 3-ші номердегі Абылайхан Қожамбердиев. Ат аяғымен басып алды, қараңыздаршы. Кішкене демалып алайын деді ау дейді. Көрейік, екі атта бірдей тоқтап тұр. Онымен бір қарсыластардың жатқан көріп жатсыздар. Тоқтап тұрған аттың атын ата кетейін, Жебе. Өй, Жебеші. Ай, міне, Абылайхан. Абылайхан, саба, тар. Жібермемеді. Абылайхан жұлып алды көкпарды. Бұл намыс. Жігер керек, намысы бар жігіт тақымға
көкпарды жұлып алатыны айдан анық. Мінекей Мәдиді қараңыздар ағайын, тақымға кешкен жармасы. Абылайханға салуға мүмкіндік бермей Мейіржан Мәтжанмен жағаласып бартып бара жатқан ержігіт. Алаңның сыртына жекпе-жекке назар аударайық. Есеп 5-1. Міне Мейіржан Мәтжан бірден еңкейді қараңыздар. Ойбой, міне аяғы да ұзын, бойы да ұзын өзінің. Кішкене еңкейсе жерге бірақ дейі. Бірінші номердегі Мәди еңкей ал. Өмірі бала. Жарайсың. Мәдидің еңкейгені берме. Ек қолмен Мәди тақымға бас. Міне тартыс. Жіберме. Екеуі бірдей жіберіп қойды, алаңның сыртына шығып кетті. Қазақ ұлттық педагогикалық университетте шошқа тағалап келген жоқ. Олар да аттың тұяғын тағалап келді. Сондықтан да көрейік Мәтжан Мейіржан. Қара жүрелеген әдемірлік. Мейіржан Мәтжан қазақ үйді бір айналып қойшы. Қошемет білдірейік Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеттің палуаны. Көкпардың бомбардирі атанып жатқан Мәтжан Мейіржан 1996 жылғы Алматы облысы Грант атты сәйгілік. Есеп 6-1. Тарт астындағы қазанатқа лайықты бол азамат. Қағып соғып, ойбой, өлтірем екен. Не деген намыс. Міне бірінші өмірдегі Айбек Болат. Айбек Болат. Салымың Болат, көңілің толат. Қошемет соғат. Жарайсың Айбек Болат. Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеттің палуаны. Бірінші номердегі Мінекей, ортаға келген екінші номердегі ержігіт. Жігітше еңкейші. Мінекей ағайын ортадағы тартыс, нағыз тартыс басталды. Айбек Болат пен ержігіттің тартысы. Алаңның сыртында жігіттер. Алаңнан шығартылады 2 минут. Мінекей Мәди. Бұл өмір фәни. Тарт көкпарды. Ой, Мәди, алдап бара жатыр, алдап. Мінекей Мәди қамшыны тістеп алды. Мәди, сал аттың басын, сал! Сал Шымкент қараңыз саба! Соңғы секунд! Соңғы секунд! Есеп! 7-2 Мәди Шойбек 1992 Жоңғыс Қазақстан ол Шымкент қара. Есеп 7-2 төреші уақыт осымен аяқталды. Қазақтың нағыз мұрасы мирас болып қалған баладан көкпар. Міне 4-ші номердегі еңкей Мәди. Кім еңкейіп жатыр? Мінекей 4-ші номердегі Мейіржан Мәтжан еңкейді. Мейіржан Мәтжан еңкейді. Көрейік Мейіржан Мәтжанның аты. Кішкене шаршаңқырап қалған сияқты ма жоқ әлде? Соп жануар. Қазақ айтады, атқа лайық, батырға лайық ат туат, ақынға лайық жар туат, халыққа лайық хан туат дейді. Атқа лайықты палуан болмаса, палуанға лайықты ат болмаса, көкпарды тартуды алмаса дейді. Міне, міне қадірлі ағайын Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеттің палуаны 2-ші номердегі Нұрбол Бүрібек 1992 жылғы Жамбыл облысы Сарасу ауылы Найзағай атты сәйгілі. Қазгүдің палуандары өте қатты дайындалған екен ағайын.
Bir kırdık tapmayısın oyundan. Bir katelik yok. Bir komandalık oyun. Mine Medi gitti Kazak Ultuk Pedagogikалық Üniversiteti palvanı Medi. Jiberme sal. Medi Şoybek. Ешкім саған айтпайды, қой деттар. Сал. Сиси апақ тура келді ме тура алдына? Жекпе-жек. Алаңның шеңбердің ішінде де жекпе-жек, сыртында да жекпе-жек болып жатыр, қараңыздар. Міне, бірінші номердегі Айбек Болат пен екінші номердегі Ержігіт Жақсыбайдың жекпе-жегі. Астындағы Сайгүліктерді қараңыздар шағайын. Болат Айбектің астындағы Грант атты Сайгүлік. Палуанға икем келдіріп беріп жатыр, қараңыздар. Үстіндегі азаматқа емес, астында қазан атқан назар аударайықшы, астындағы атқа. Қараңыздар шағайын. Міне, астындағы Сайгүлік Грант. Мінеки, палуанға арнайы туған Мәтжан Ержанға ауысты. Мәтжанның астындағы Сайгүлік, мінеки ардақтағайын бес қасқа. Көрейік ардақтағайын астындағы палуан. Палуан қызғысап сызылды ғой. Анан қара, тоқтай қаттырылады. Мәтжан Ержанның астындағы палуан. Шоп! Тоқтама, міне алдап жатыр. Қарашы, міне Мессидің алдасы. Мәтжан Ержанға қолдау көрсетейік жанкүйерлер. Не деген тамаша салым. Ат үстіне мінеки қонып, студент болып жүрген, Алматыда оқып жүрген студенттерді ат үстіне мінгіздік мінеки. Бұларға да кінә тағамайсың, міне серкеден қол қайып кетіп жатыр. Міне Мәдиге берді. Мәди Шойбек Несилеге Шымкент қараны сал қамшыға. Ал осы салымды сал Мәди. Ай тамаша. Ай намысшыл жігіт екен. Жігіт мінеке таза азамат. Аттан құласа да серкені салып барып құлады міне. 2 минуттың шабысы қалды. 2 минуттың шамасы қалды. Мінеке жігіттен Нұрбол Бөрбектің еңкейген сәті. Өкінішке орай. Мінеке Айбек Болат. Жекпе-жек. Ержан Мәтжан. Мекенбай Нұрлыбек. Мінеке. Болат Айбек. Қараш Болат Айбектің жатысы. Астындағы Грант. Болат Айбек әлді болса тақымында. Мінеке тақымына жармасқан Нұрлыбек Мекенбай. Алаң сыртына шықпет. Жанкүйерлердің жаны шығатын айдан анық қой. Сондықтан да мінеке Мәди Шойбек еңкейді. Мәди Шойбек Қазақ ұлттық педагогикалық университеті палуаны. Мәди Шойбек сал! Ай, жарайсың палуан! Көтер жығалынды палуан! Мәди Шойбек 1992 жылғы. Міне басталды. Соңғы минуттар. Нұрбол Бөрбек еңкей алжынды. Нұрла, алжы. Мінеке 3-ші номердегі Абылайхан Қожамбердиев тың тақымында. Абылайхан Қожамбердиев өзінің қазандығының түніне жақындап алды. Жігіттерге мінеке жіберме, 2-ші номердегі палуан жіберме. Тар, мінеке 4-ші номердегі Мекенбай Нұрлыбек. Абылайхан Қожамбердиевті жібермей жатыр. Әлде осы Абылайхан Қожамбердиевтің тақымында астындағы Сайгүлік. Жебе. Міне соңғы 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
саналмайды. Құрметті телеөрермендер, өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылған көкпар өз мәресіне жетті. Өздеріңіз көргендей-ақ Қазақ ұлттық педагогикалық университетін Қазақ ұлттық университеті 9-4 есебімен басым түсіп ұтты. Назарларыңызға ұсынылып отырған статистика бойынша қай палуанның белсенділігі артқанын өздеріңіз көріп сараптай отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Елдос Үмбетәлі. Келесі көкпарда кездескенше аман сау болыңыздар.